Күннің 9 баласы, 2 бөлім. Жер туралы білгің келе ме, деді әңгімешіл күн. Метеорлар туралы ойланып кеткен бала бірден құптай кетті. Жер менің 9 баламның ішіндегі ең ерекшесі. 9 планетамның көпшілігінің бетінде ауа қабаты бар. Қатты қабықша Меркурий, Шолпан, Жер, Марс секілді қыздарыма ғана тән. Ал су қабаты тек жерде ғана бар. Қатты қабатта көптеген элементтер бар. Солар кейде өздігінен ыдырап, энергия шығарады, балқиды, басқаша түске енеді. Жеңіл қосындылар жердің бетіне шығып, ауыр элементтер жердің ортасына сіңіп, ядроны құрайды. Неге басқа планеталардың бетінде тіршілік жоқ? Неге жер планетасында ғана бар? Себебі жерде су және ауа бар. Басқа планеталарда су тек қатты түрінде кездеседі. Кенет күн бетінде жарылыс пайда болды. Бала бар жан екпінімен ұшып, Меркурийдің артына тығылып, күннің әрбір қимылын қалт жібермеді. Қою сары алау қайнап тасып жан-жағына шашырады. Күннен бөлінген біраз алау заулап отырып, тура 2 күнде жерге жетті. Күннің алыстағы екпініне жердің магнит өрісінің делебесі қозды. Дүние әлем жап-жарық боп кетті. Бала поляр шұғыласы деп айқайлап жіберді. Ол табиғаттың осынау құпия сырын осы сәтте түсінді. Күн аптабынан қорыққан бала қайтып баруға жүрексінді. Айналасына қарап, алғашқында өзін ай бетінде тұр екем деп қуанып кетті. Сәлем бердік, ай, деді дауысын көтеріп. Анау, мен ай емеспін, деді бұлданып. Әдемі екенсің, сосын ай шығар деп қалдым, деді бала да білместігін жуып шайып. Сонда да кездейсоқ кездескен бейтанысын біле түскісі кеп, мұқият бағдарлап тұр. Басқан ізі білінбей ақырын айнала қозғалып бара жатқан бейтаныс сұлу. Мен күннің ең жақын серігі Меркуриймін. Қазақтар мені кейде Олпан деп те атайды. Бірақ мен көзге оңай түскенді қаламаймын. Қыз бала жұмбақ болу керек. Сондықтан мен туралы аз білгенің дұрыс деп, сықылықтап, сызыла басып кете берді. Бала бейтаныс бикештің сырын ұға түскісі кеп, қайда барасың деп сұрады. Мен анам күнді айналып жүрем. Сіздер жерде 24 сағатта бір тәулік деп есептейсіздер. Мен 88 тәулікте күнді бір айналып шығам. Бар бітірер шаруам осы, деді. Бала Меркурий көзге көрінбей кеткенше қарап тұрды. Меркурийдан кейінгі үй Шолпандікі екенін біліп алған бала, досымен кездесетінін ойлап, қуанышы қойнына сыймай ұшып жетті. Алдынан жаз бойы іздеген досы Шолпан жарқырап шыға келгенде, бала қуанып, әрі таңырқап қарады. Шолпанды жерден көру бір басқа да, қасынан көру бір басқа екен. Түймедей боп сонау аспанның қараңғы түкпірінен сығалап қана қарайтын Шолпан табақтай айдан әлде қайда үлкен екен. Жерден сәл-пәл кішірек. Сұлу Шолпан бетін ақ пердемен бүркеп алыпты. Бала, жаз бойы қайда кеттің? Сені сағындым, деді мұңайып. Шолпан күліп, мен 584 тәулікте күнді бір рет айналып шығам. Бұл менің жолым. Жердегі саған көрінбей қалуымның себебі, мен орағытып бірде күннің арғы жағымен, бірде бергі жағымен өтем. Күн жарығына шомылып, 5-6 ай бойы көрінбеймін. Енді көрініп тұрасың ғой, деді бала Шолпанның сөзінің мәнін байыптай алмай. Мен қыдырма жұлдызбын. Жылдың бір мезгілінде таң ата күншығыстан, не кеш бата күнбатыстан туа берем. Кейде күн жарығынан көрінбей де қалам. Бала Шолпан көрінбей кеткен жазда жұмысының берекесі кетіп, уақыты болмай қалғанын айтты. Сол үшін өзін іздеп алыс әрі қиын сапарға шыққанын жасырмады. Сонда Шолпан, ертең сен жерге қайта оралған соң, мына тәжірибені жасап көр. Жұлдыздар бір тәулікте қалай қозғалатынын бақыла.
сонда сен жұлдыздар көкжиектің шығыс жағында туып, оңтүстікке қарай жоғары көтеріліп, батыс жағына бататынын көресің. Олар сағат тілі бағытымен солдан оңға қарай қозғалады. Ерінбей мұқият қарасаң, темірқазықтың орын ауыстырмағанын байқайсың. Ал басқа жұлдыздар бір тәулік ішінде толық бір дөңгелек жол сызып шығады. Екінші бөлімнің соңы. Әдина Әбдібайқызы.